Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен айраннан булочка пісіріп үйренетін боламыз. Менің каналымда алдыңғы видео рецептте сүт қосып жасаған болатынмын. Осы жолы айраннан сіздерге булочканың рецептісімен бөлісіп отырмын. Және де осындай екі түрлі оформление түрімен сіздерге жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін мұқият қарап менімен бірге болыңыздар. Және де каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, және де қоңыраушаның белгісін все дегенге басып қоюларыңызды сұраймын. Ең алдымен апара дайындап аламыз. Ыдысымызға жылы суымызды, тұзымызды, қантымызды және де ашытқымызды салып, араластырып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Тұзымызды мен жарты шай қасық қостым, аздау болды, сондықтан сіздер бір шай қасық қоссаңыздар болады. Барлығын араластырып, бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қоямыз. Бөлек ыдысымызға айранымызды, сұйық майымызды және де қантымызды, бір дана жұмыртқамызды және осы жаңағы араластырған смесімізді құйып араластырамыз. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерге кіріп қарап көрсеңіздер болады. Барлық қоспаларымызды ең алдымен осылай лопатканың көмегімен араластырып, кейіннен қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Енді електен өткізілген ұнымызды аз-аздан қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, егер де сіздер менің каналыма келген алғашқы оқырманым болсаңыздар, онда осы каналдың өсуіне, дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп, қоңыраушаның белгісін все дегенге басып, жақын достарыңызға, таныстарыңызға осы видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Әрине, сіздерге каналға тіркелу оп-оңай, ал мен үшін ол өте маңызды. Сондықтан осы қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Нанымызды илеп болғаннан кейін үстіне бір шай қасық сұйық май қосып, осылай қолымызбен жақсылап басып тындыруға қоямыз. Бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа ашытуға қалдырамыз. Достар, сонымен қатар менің каналымда әртүрлі тәтті торттардың, пирогтардың, жеңіл жасалынатын салаттардың видео рецептері бар. Сондықтан міндетті түрде каналға өтіп, кіріп қарап көріңіздер. Бір рет көтерілгеннен кейін қамырымызды екінші қайтара басып, қайтадан жылы жерге 1,5 сағатқа немесе 1 сағатқа орап қалдырып қоямыз. Қамырымыз осындай биік, үлкен көлемде көтеріліп ашитын болады. Өте жұмсақ қамыр болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен сізде дайындап көріңіздер. Булочкаларыңыз үлпілдеген мамықтай жұмсақ болып шығады. Егер жұмсақ булочканың рецептісін шығара алмай жүрген болсаңыздар, дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Енді қамырымызды бір қайырып алғаннан кейін осылай екі бөлікке бөліп, әр бөлігін 6 немесе 7 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен 6 бөлікке бөліп, барлығы 12 дана булочканы дайындадым. Осылай дөңгелектеп алғаннан кейін бетін жауып қоясыздар. Сосын ең алғашқы дөңгелектеген қамырыңыздан бастап, ақырындап жая бастаймыз. Бұл бізде булочка, бабочка тәрізді булочка болады. Сондықтан осылай жайып алғаннан кейін үстіне кішкене сары май немесе маргаринімізді жағып, үстіне қантымызды сеуіп, оның үстіне мен мақ қостым. Мақ қосу міндетті емес, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоспасаңыз да болады. Енді осы қамырымызды ортасынан шетіне қарай бүктейміз. Шеттерін жабыстырып, және де ортасында бір саусақ көлемі қалатындай кесіп аламыз. Екі жақ шетін ортасына қарай жабыстырамыз. Сосын ортасында кесілген жерін арқасына қарай қайырып қоямыз. Келесі қамырымызды дәл солай видеодағыдай жасаймыз. Сіздерге ұғынықты болу үшін осылай екінші рет тағы көрсетіп жатырмын. Менің каналымда басқа да булочкалардың формаларының түрлері өте көп, сондықтан міндетті түрде каналға кіріп қарап көріңіз. Енді гүл тәрізді формаға келтіреміз. Ол үшін осылай көтеріліп тұрған қамырымыздың ортасынан қақпақты кіргізіп, жан жақтарын пышақпен немесе қайшымен кесіп алсаңыздар болады. Содан кейін орталарын ашып, осылай екі жақ ұштарын жабыстырып қоясыздар. Ортасына вареный сгущенка немесе варенье немесе басқа да салмасын салып қойсаңыздар болады. Мен ештеме салмадым, дәл осылай пісіріп алдым.
Бұл булочканың формалары қазір Инстаграмда, ТикТокта өте хит болып жатыр. Сондықтан міндетті түрде сізде осылай қонақтарыңызды таң қалдырыңыздар. Енді булочкаларымызды пергамент қағазы төселген противенімізге қойып, бетін жауып, 10 минутқа көтерілгенге қалдырып қоямыз. 10 минуттан кейін бетіне жұмыртқалы массамызды жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Пісіп шыққанын өздеріңіздің пештеріңіздің градусына қарап көресіздер. Мен конвекциямен 150 градуста 20 минутта пісіріп алдым. Конвекциямен тез піседі, сондықтан міндетті түрде мұқият қарап отырыңыздар. Мінекей біздің булочкаларымыз пісіп шықты, өте дәмді және де жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен сізде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызды және де балапандарыңызды тәтті дәммен қуантыңыздар. Және де каналға тіркелмеген болсаңыздар, дәл осы каналдың өсуіне, дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Жақын достарыңызға, таныстарыңызға видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы бөлісіп жүріңіздер. Видеоның соңына дейін мұқият қарағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Міндетті түрде жасап көріңіздер және жақын достарыңызбен бөлісе жүріңіздер. Баршаңызға ас болсын.